Бүгін Қазақстан жарық жұлдызы Ерке Есмахан жайлы толық ақпаратты ұсынамыз. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ерке Есмахан 1984 жылы 30 қараша айында туған. Ерке Ақтөбе облысы Ырғыз ауылынан шыққан. Әкесі Әбдіраш Нұрмаханұлы Есмахан сол ауылдың беделдісі болған. Руы әлім, оның ішінде 4 қара. Ерке өз ауылында 5 сыныпқа дейін ғана оқиды. Себебі өнерге деген қызығушылығының арқасында Ақтөбе қаласында музыкалық мектебінде оқуын жалғастырады. Әртүрлі аспаптарды үйренеді. Орта мектепті бітіріп, Ахмет Жұбанов атындағы колледжге классикалық операға түседі. Оны бітіріп, Қазақ ұлттық өнер академиясында эстрадалық вокал бөлімінде оқиды. 4 жыл оқуынан соң 2009 жылы Ерке продюсер Баян Алагөзова құрған Іңкәр тобында құрамға алынады. Кейіннен қыздар тұрмысқа шыға бастауына байланысты Ерке жеке орындаушы ретінде карьерасын жалғастырады. 2011 жылы ғұмырлы болады деген ниетпен елімізге танымал продюсер Асхат Садырбай мен әнші Ерке Есмахан көңіл жарастырып отбасын құрды. Алайда жұлдызы жұп бала үшін де бірге тұра алмайтындай дәрежеге жетіп, ажырасу туралы шешім қабылдаған. 2012 жылы Айша Бибі аталатын әнге бейнебаян түсірген. Бұл әншінің жеке орындаушы ретіндегі алғашқы жұмысы. 2013 жылы шыққан Асыл Арман атты әні тракторшының махаббаты атты отандық сериалының саундтрегіне айналды. 2015 жылы әнші Төреғали Төреәлімен жазған «Алло» әнінің бейнебаянын жарты жылдың ішінде миллион қаралым жинаған. Бүгінде хитке айналған бұл әннің мәтінін көпшілік жатқа біледі. Бүгінде YouTube желісінде 22 миллион қаралым жинаған. 2023 жылы белгілі әнші Райымбек Бақтыгереевпен тұрмыс құрды. Райым 1996 жылғы. Ерке Райымнан 12 жас үлкен, десе де жұлдызы жұп бір-бірін сүйіп, некелерін қиды. Жақында ұлды болған жұлдызы жұп Ерке Есмахан мен Райым баласына ерекше есім берген. Ұлының атын Райымбекұлы Ислам деп қысқа ғана көпшілікке жария етті. Қазіргі уақытта елдің еркесі бақытты толық отбасымен ғұмыр кешуде. Лайым бақыттары баянды болғай деп тілейміз. Соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет.